Барлығына салам достар, сендермен мен Духа. Достар, тақырыптан көріп тұрғандарындай бүгінгі видеода Путь бомжа, яғни бомж жолының 3-ші сериясы. Бүгінгі видео өте қызықты болды, сондықтан лайк пен комментарияны санын аямай көбейтіп жіберіңдер. Ал ендеше біз бастаймыз достар. Алдыңғы видеода бізде 99 алған болатынбыз, ал мына жақта бізде квест орындау үшін мет картамызды алдық. Сол үшін бізге 10.000 рубль мен 1 XP берді достар. Енді қазір добычаға кіріп, сол барлық заттарымыздың барлығын, яғни приздарды алып аламыз. Және де бізге пыл 10 пыл беріпті. Короче, приобрести новый автомобиль дегенде бізде алған болатынбыз. Сондықтан бізге 20.000 рубль және де 3 XP берді. Енді қалай орындады десеңдер, біз 99 алған болатынбыз. Сол үшін бізге осыны берді. Бізде уже 3-ші уровень болған болатынбыз. Енді мына жақта кладоискатель жасау үшін осы жақтан короче, лопата барлығын аламыз. Металлоискатель и тағы неме лопата кладоискательға алдық. Барлығы болды. Енді только NPC-ға барамыз. Қазір міне 99-ға ласточкамызға отырып аламыз. Ішінде спорт бар ғой, тем более. Местоположениеға уже келдік. Мына жақта NC1 деген сияқты бір бот еместігімізді дәлелдейміз. PR дейміз. Так, одан кейін все. Енді осы жерден осыны басып, короче, бізде қазынаны іздейтін боламыз. Бізде уже өкінішке орай гранатаға тап болдық, бомбаға, и астыға түсеміз. Үстіп, короче, астыға түсе бергеннен кейін бізге, все достар, бізде уже бір қазына таптық. Енді бізде тағы 13 метрдағыдай бар. Қазір мына шеттегілерге барамыз. 9 метр, 6 метр, и все. S37 4Z дегенді тағы жазып жібереміз. Все. Енді осылай тағы білет. Осылай қазынаны іздейміз. Осылай таба берек. Мына астыға түсеміз. Так, мұнда жоқ. Получается, енді былай іздейміз. Так, тағы басамыз. Мұнда тағы бір бомбаға тап болдық. Так, тағы түсеміз. Осылай қарай беруге болады. Осылай біз осы қазынаны тауып алдық достар. Енді бізде тағы бір рет, осылай 3 рет жасап тастайтын боламыз. Бірақ сіздерге бұны өткізіп жіберетін боламын. Себебі бізде көп уақытты алып жібереді. Если что, скоростьқа қоя салайын, сіздерге оңай болу үшін қалай өткізу керек, қалай істеу керектігін барлығын осы видеода туториал болады. Короче достар, қарай берсеңіздер болады. Ал мен оғанға дейін сәл демала тұрайын. Осылайша бізде VIP платинум болған үшін 26.000 рубль берді. Енді келесі осындай местоположениеға келіп жеттік. Әдеттегідей Батыровада. Енді тағы бір рет осылай жасап жүретін боламыз. Қазір қазынаны іздейміз. Клад деген енді кладоискатель жұмысында бізде қазына іздеу керекпіз. Қолымызға металлоискатель береді. Сол арқылы бізде ойшым қарайтын боламыз барлығын. Енді қазір рандом көріп жатырмын. Мұнда тағы бір бомбаға ұшырап қалдық. Енді осылай түсеміз, тағы бір бомбаға ұшырап қалдық. Мен уже есіме адасып кеттім, мұнан қалай істеймін деп. Достар, бізде таптық. И бізге последний ходка үшін 27.000 берді. Достар, осылай тағы іздей береміз. Достар, бізге еще VIP платинум үшін 4-ші уровень болдық. Бізге 3 XP берді. Сондықтан достар, кайф, енді бір семьяға кіріп алып, сол жақта нормальный пахать етуге болады. Қалай айтсам болады сіздерге. Семьяға кіріп, фулл етуге болады. Для квеста бір любой рандом семьяға кіріп алдым. The Black Wolf деген, короче, семьяға кіріп алдым. Енді арғарай мына машинаны алып тастаймыз да, мына гелікті алып тастау керек. Сосын мына машинаны парковать етеміз.
Фоманың ламборгинин алып дядя Славаға келіп жеттім. Мына жақта уже могу стрелять деген керек болады, бірақ оны мен алмай қоямын, потому что оған бізде лицензия керек. Ал достар, мына жаққа военкоматқа да келіп жеттік. Армияға кіру үшін бізде армияға не үшін десеңдер, ақшаны көп табуға болады. Қазіргі уақытта каждый день 70 мыңнан іздесек нормальный ақша таба аламыз. Бірақ көбісі болады, бұрынғы армия жақсы еді деп айтушы еді, барон барыг арқылы көп еді. Енді достар, сіздерге көрсетейін, осы тестті қарап, менен қарап жасасаңыздар болады. Және де менің жолыммен кім жүріп жүр, қателеспеңдер. Әдемі мен жасаған қателіктерді жасамаңдар, еще айта кетейін. И бізде рядовой деген кірдік. Енді бізде армияға барып екінші рангты алып алу керек. Содан кейін ары қарай заданияларды жасап эфрейтор болуға болады. В общем, достар, армияға нормально служить ету керек біз. Казармаға келіп жеттім. Қазір любой рандомный комнатаға кірдім. Мына жақта өшім мынандай NPC тұр екен. Бізде раздевалканы осы жерге ауыстырып тастаған болатын. Раздевалкаға киінеміз. Достар, бізге уже 3-ші рангтың андай формасын берді. Базар жоқ, бұл да нормальный формалардың бірі. Енді қазір осы жерге дежурный дегенге кіріп принять дегенді басамыз. Одан кейін бізде ары қарай тестті өтетін боламыз. Ал достар, бізде уже екінші рангқа тест арқылы өтіп кеттік. Бізде сол үшін нормальный ақша аламыз. Міне достар, көріп тұрғандарындай бізде осылай 5 задание береді. Сол 5 заданияның барлығын жасап, нормальный ақша табуға болады ғой. Достар, сіздерге айта кетейін, бүгінгі видео өте қызық болып жатыр, сондықтан лайк пен комментарияны көбейтіп жіберіңдер. Бізде уже бірінші заданиені алдық, дежурный дейма, бірнәрсе задание алдық. Оның барлығын, қалай жасаған заданиенің барлығын сіздерге скорость арқылы көрсететін боламын. Армияны охранить ететін заданиенің последнейіне келіп жеттік. Осылай басамыз, и бізге 10 000 рубль берді. Сол үшін бізге осылай заданиялардың барлығын жасай беру керек. Бізге уже 5 заданиені орындаған үшін 20 000 рубль, және де осы последний заданиені істеген үшін 10 000 рубль берді ғой достар. Сонда көріп тұрғандарындай бізде уже нормально плюсқа кірдік. Біздің қалтамызда 280 000 рубль бар. Достар, видеоның соңына келіп жеттік. Давайте.